Қалағаныңыз неге орындалмайды? Не мүмкіндік табасыз, не сылтау табасыз. Баяғыда бір ұстазға шәкірті келіп, өмірде жетістікке жетуді үйретуін сұрапты. Ұстазы шәкіртінен жанындағы су толы ыдысқа еңкейіп, басын салуын өтінеді. Шәкірт суға басын салады. Ұстаз болса, оны бар күшімен басып, судан шығармаудың амалын жасайды. Жан ұшыра қарсыласқан шәкірті әрең дегенде басын судан шығарып, терең тыныс алады. Бар күшіңді салып судан басынды көтергеніңде не істегің келді деп сұрайды ұстаз. Ауа жұтқым келді. Тағы не? Басқа ештеңе. Міне қалау ең үлкен күш. Сен шынымен қаласаң, шынымен мақсатыңа жеткің келсе, сен оған жете аласың деп жауап беріпті ұстазы. Негізінде сіз көп ақша табуды қаламайсыз. Егер қаласаңыз, сіз оны табар едіңіз. Ақшаға аса қажеттілік жоқ. Ол сізге жай әшейін шай үстінде айтатын әңгіме болып қалған. Ақша табу керек еді, ақша керек еді деген бос сөз. Егер сіздің көзіңізге кішкентай бір зат түсіп кетсе, оны алу үшін жанталасасыз ғой. Тұра берсін, кейін алам деп айтпайсыз. Себебі жаныңызға батып тұр. Ақшаның жоқтығы да дәл солай жаныңызға батып, қатты қажет болып тұрса, сіз оны табасыз. Сондықтан алдымен ақша сізге нақты не үшін қажет? Соны біліп алыңыз. Сол сұраққа жауап тапқанда ғана керек ақшаны таба аласыз. Ақша сізге не үшін керек? Дәл осы сұраққа сіздің жауабыңыз дайын ба? Әрине дайын. Үй алуым үшін, көлік алуым үшін, баламды оқуға түсіру үшін, қарыздарымнан құтылу үшін керек деуіңіз мүмкін. Ол қандай үй, қай жерде орналасқан, оны алу үшін қанша қаражат керек, көлігіңіздің маркасы қандай, қанша теңге тұрады, ол үшін сізге қанша ақша керек, қанша уақыт керек, осыны ойландыңыз ба? Сіздің ойыңызда нақты белгіленген цифр, қойылған уақыт бар ма? Көпшілігіміз оны белгілеп жоспарламақ түгілі бұл жайлы басымызды да қатырмаймыз. Біздің проблемамыз да осында. Бізде нақтылық жоқ. Нақты бізге не керек, не үшін керек, ол үшін қанша керек, оған қанша уақытта жететінімізді де білмейміз. Білмегеннен кейін ойлағанымызды іске асыра алмаймыз. Сол себепті ең алдымен өзіңізге қаржылық мақсат қойыңыз. Осыған байланысты мен армандар картасы жайында да айтқан болатынмын. Армандар картасы бұл ешқандай сиқырлы дүние емес. Жай ғана өз арманыңызды қағаз бетіне түсіру. Қағаз бетіне түскен нәрсе мақсатқа айналады. Оны күнде көріп жүргендіктен жоспарыңыздың бір бөлшегі болады. Ал кей адамдар оны дұрыс түсінбей, армандар картасы төбеде тұру керек екен, есіктің үстінде тұру керек екен, әйтпесе ол орындалмайды екен деген неше түрлі әңгімеге имандай сенетіндері де көп. Негізінде армандар картасының бар құпиясы қағаз бетіне түскен мақсатыңызды көзбен күнде көру және сол арқылы күнде санаңызға сіңіру. Ал күнделікті көріп, ойлап жүрген дүние жету аса қиындық тудырмайды. Бұл мәселені нейробиологиялық тұрғыдан қарап көрейік. Жалпы біздің іс-әрекетіміз ойымызға, миымызға тікелей байланысты екені бәрімізге мәлім. Біздің миымыздың басты мақсаты бізді қауіп-қатерден сақтау. Оған біздің арман мақсаттарымыз, қалауымыз керек емес. Ол үшін бастысы бізді тек аман сақтап қалу. Ми белгісіздіктен қорқады. Белгісіз абстракт дүниелердің барлығы ми үшін қауіп-қатер. Сондықтан нақты белгіленген маңызын түсінбеген заттардың барлығына ми ешқандай да әрекет жасамайды. Психология бойынша да көзге көрінетін, елестете алатын затқа жету оңайырақ. Себебі ол сіздің үнемі ойыңызда болады. Санаңыз сол нәрсеге бейімделіп тұрады. Бұны қазақ бұрыннан-ақ көрінген таудың алыстығы жоқ деп бір ауыз сөзбен түсіндіріп қойған. Кез келген нәрсеге нақтылық керек. Мысалы, сіз дүкенге барғанда маған бір күшті әдемі зат беріңізші деп айтпайсыз ғой. Нақты керегіңізді сұрайсыз. Сол сияқты ақшаның не үшін керек екенін де анықтап алу керек. Тапсырма. Дәл қазір кітапты оқуды тоқтатып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Сізге нақты не керек, ол не үшін керек, ол үшін нақты қанша қаражат керек және оның орындалуына қанша уақыт керек. Осы сұрақтарға қағаз бетіне жауап беріп, өзіңізге белгілеп алыңыз.
Не үшін үнемі ақшаны ойлай бересіз? Мойындасақ та, мойындамасақ та, қабылдасақ та, қабылдамасақ та мәселенің түп төркіні ақшаға келіп тірелетіні рас. Күнкөрістің қамымен, тұрмыс-тіршіліктің ықпалымен көп дүниені көзге ілмей жатамыз. Аптаның басталғанынан алып, айдың аяқталғанына қуанып, жалақыдан жалақыға дейін уақытты зарыға күткен адамдар. Бізге дес бермей тоқтаусыз зымыраған уақыт. Жоғарыда айтқанымыздай өмірдің бар рахатын сезіне алмауымызда. Бұл Айнұр шүкірсіз болып кеткен бе деп ойлайтын шығарсыз. Бір қарағанда олай да көріну бәлкім. Бірақ Европа бойынша қаржы жөнінде ең мықты эксперт Бодо Шефер айтпақшы: богатство – это право, данное нам от рождения. Осы берілген құқығымызды дұрыс пайдалансақ деймін. Сананы тұрмыс билейді. Қу тіршіліктен құлшылыққа уақыт тапсаңыз да зауқыңыз соқпай, ретін келтіре алмай жатасыз. Біреуге көмектесейін десеңіз, әлі өз жыртығыңыз жамалмаған. Қаржылай тәуелсіз болсаңыз, ол қалауыңызбен өмір сүрер едіңіз. Ұнатқан киіміңізді киіп, көңіліңіз қалаған жерден тамақ ішер едіңіз. Бірақ сіз бұл жайында көп ойлана бермейсіз, себебі сіздің бар ойыңыз ақшаны қалай табамын, қайдан табамын деген шектеліп қалған. Ақшаңыз жеткілікті болса, басқа тіршіліктерге басқа тұрмас едіңіз. Жаныңыз қалаған іспен айналысар едіңіз. Ал қазір ақша жетіспегендіктен санаңызда үнемі ақша жайлы ауыр ой тұрады. Еркіндіктен тыс жоспарланған тіршілік күтуде. Таңертең ерте тұруыңыз керек, баланы балабақшаға апаруыңыз керек, ары қарай жұмысқа барып, сосын қайта үйге келесіз. Өміріңіз осылай айнымалы жол секілді бір сарынды өтіп жатыр. Қарбалас өмірден отбасыңызға, тіпті өзіңізге уақыт таппайсыз, себебі санаңызды күйбең тіршілік шаңы басып қалған. Мұсылман адам ақшамен сыналғанда қуану керек, жүрегіне ақша кірмеген адам ақшамен сыналғанда қуанады. Өйткені жаниямен, балалармен, аурумен сыналғанның қасында бұл түкке тұрғысыз дүние. Біз ақшаны уайым қылған сайын, алданған сайын, ақшамызды жоғалтқан сайын алайтын болсақ, Алла тағала бізді тек солай қинап, 5-10 тиынға күнімізді қаратып, сынап қояды. Ақша мақсатқа жету жолындағы ілеспес бонус секілді. Ол туралы сары уайымға салынбаған кезде өзі-ақ келеді. Ақша туралы ойламаңыз, тек алғыңыз келетін нәрсе туралы ойлаңыз. Мақсатқа ақшаның көмегімен қол жеткізбейді, бірақ ақша мақсатқа жету жолында келеді. Кейін өмірім жақсы болады, кейін жақсы көлік аламын, болашақта балам бақытты өмір сүреді деп өз-өзімізді алдаймыз. Неге кейін? Неге қазір емес? Ертең қандай болатыны бүгінгі әрекетіңізге байланысты емес пе? Күтіп жүргеннен еш пайда жоқ. Бүгін өзіңізді ақшаға деген қарым-қатынасыңызды түзеңіз. Бүгін ерте ұйықтасаңыз, ертең ерте тұруыңыз көбірек мүмкініңіз бар. Сіз негізінде ақша таба алмай жүрген жоқсыз, ақша туралы сұрақтарыңызға жауап таба алмай жүрсіз. Жауап тапқан кезде бұл жұмбақта шешіледі. Көпшілігіміздің бай деген ұғымға қарама-қарсы типте өмір сүріп жатқанымыз өтірік емес. Тіпті қаржылай тәуелсіз адамды жақтырмай жек көріп жүрген жандар да жетерлік. Баршылыққа қол жеткізе алмаған адамдар кейде осылай таршылық танытып жатады. Қазақта қанағат деген ұғым бар, ол дұрыс әрине. Бұл кітаппен мен шүкірсіздікті дәріптеп қанағатсыздыққа шақырып отырған жоқпын. Тек осылардың аражігін ажыратып алсақ деймін. Біздің жасап жүргеніміз шүкіршілік пе, жалқаулық па? Қанағат деп жүргеніміз өзімізді жұбатуға арналған алдамшы сөз емес пе? Алланың берген ризығын дұрыс пайдаланып жүрміз бе? Осы сұрақтарға алдағы бөлімдерде толық жауап беретін боламын. Ал қазір жалпы ақша дегеніміз не? Осы сауалға жауап беріп көрейікші. Ақша бұрыннан маңызға ие, көпшілікке қызық және көпшілікті ойландыратын өзекті тақырыптардың бірі. Бұрын да өзекті болған, қазір де өзекті, кейін де өзекті болатыны анық. Қаржылық сауаттылық жайлы мектеп бағдарламасында да үйретілмейді. Жоғары оқу орындарында дәріс оқылмайды. Оқытуға міндетті емес те шығар. Біз түсіну керек бір жайт. Ақша өмірдің мәні емес, ол анық. Бірақ сіздің ақшаға деген қарым-қатынасыңыз сіз жайлы біраз дүниені айтып бере алады. Ақша
сіз үшін қандай сипатқа ие? Жақсылықтың бастауы ма, жамандыққа апарар жол ма? Ойын ба, әлде ауыр жүк пе? Таңдау өзіңізде. Бір ғана нәрсені сенімді түрде айтуға болады. Сіз ақшаны басқарасыз, не болмаса, ақша сізді басқарады. Осы тұрғыда атақты Фрэнсис Бэконның «Деньги хороший слуга, но плохой хозяин» деген сөзін есепке алған жөн. Ақылды адамдар үшін ақша құрал, ал ақымақтар үшін мақсат. Декурсель. Жоғарыда айтқанымыздай, ақша табу басты мақсат емес, бірақ дұрыс қолдан алсаңыз, ақша жаңғысы өмір сүруге жетелейтін құрал. Мысалы, пышақты алайық. Пышақты сабынан ұстасаңыз, нан кезесіз, жүзінен ұстасаңыз, қол кесесіз. Ақша біздің қауіпсіз болуымызды, еркін болуымызды, өзімізді жоғары бағалауымызды, қалау мен қажеттіліктерімізді өтеуімізді, өзіміз жақсы көретін жандарға көмек көрсете алуымызды, өзіміздің және өзгелердің өмір сапасын жақсартуымызды, таңдау жасау құқығымызды қамтамасыз етеді.